Киноварь, гидраргиром С ашық сарыдан қою қызылға дейін түсті бояулар өндірісінде қолданылып келді. Бұл пигмент минералдарды тазарту және үгіту арқылы алынады. Алайда киноварьдан алынған түс тұрақты емес. Ол жарық әсерінен қараяды. Мұның себебі сынап сульфидінің құрылымы әртүрлі екі күйде кездесе алатындығымен байланысты. Қызыл кристалл түрінде және қара аморфты түрінде. Жарық әсерінен кристалл түріндегі сынап сульфиді аморфтыға өзгереді. Дегенмен бұрынғы суретшілер салған ескі суреттерде қызыл түс әлі де сақталып келеді. Себебі суретшілер киновардың үстінен оны қараюдан қорғайтын лакпен жүргізу арқылы өнер туындыларын сақтап қалған. Малахит, купрум 2 OH2 еселенген CO3 көптеген жасыл және көк пигменттердің өндірісінде қолданылатын мыс қосылысы. Көк түсті мыс пигменттерінің бір кемшілігі олардың уақыт өте келе жасылдануында. Ең тұрақты пигмент малахитті жасыл. Ол малахиттен алынады. Титан диоксиді болып табылатын рутил 20 ғасырдың басынан бері бояуларды жасауда қолданылып келеді. Таза металды алу үшін оны берілген қосылысты құрайтын өзге элементтерден бөліп алу қажет. Мұны орындау мақсатында кендер жалпы алғанда металдарды олардың кендерінен бөліп алу деп аталатын бір қатар химиялық және физикалық процестерден өтуі тиіс. Металдар кендерінде тотыққан күйде, яғни оттек немесе басқа элементпен байланысқан қосылыс түрінде кездеседі. Сол себепті бос күйіндегі металдарды алу үшін сәйкес кендерді тотықсыздандыру қажет. Сол арқылы қосылыстағы оттекті жоюға болады. Металл оксидтеріндегі оттек тотықсыздандырғыш деп аталатын заттар арқылы жойылады. Алюминий металы тазартылған алюминий оксидінің балқымасын электролиздеу арқылы алынады. Алюминий оксидінің балқу температурасы өте жоғары. Цельсий бойынша жуықтап 2050 градусқа тең. Осындай жоғары температурада электролиз процесін жүргізу үлкен энергия шығынына алып келіп, қымбат және өндірістік тұрғыдан қолайсыз болады. Сондықтан тазартылған оксидті криолит деген атпен де белгілі алюминийдің қосылысы натрий гексафтор алюминатымен алмастырылады. Бұл қоспа айтарлықтай төмен температурада Цельсий бойынша шамамен 850 градуста балқиды. Электролиз графитпен жабдықталған үлкен темір ұяшықтарда жүргізіледі. Графит электр тоғын өткізетіндіктен катод ретінде қолданылады. Анод алюминий оксиді мен криолит балқымасына батырылған бірнеше көміртек блоктарынан тұрады. Электролиз кезінде алюминий иондары катодқа жиналып, онда электрондарды қосып алу арқылы таза алюминийге айналады. Балқыған металл элементтің төменгі жағына жинақталады. Оксид иондар анодқа жиналып, онда электрондарын жоғалтатта оттек газының молекулаларына бірігеді. Температура жоғары болғандықтан анодта оттек көміртекпен әрекеттесіп, көміртек диоксидін түзеді. Осының салдарынан анодты құрайтын көміртек блоктарын жиі ауыстырып тұру қажет. Бір электролиттік ұяшық күніне 1000 килограммнан артық таза алюминий өндіру мүмкін. Алюминий өндірісінің бағасы негізінен өндіру процесі үшін және ұяшықтағы қосылыстарды балқыған күйде ұстап тұруға жұмсалатын электр қуатына байланысты. Сондықтан алюминий зауыттары әдетте су электр станциясы сияқты арзан электр энергия көздеріне жақын жерлерде салынады. Іс жүзінде қолданылатын бөліп алу әдісі көп жағдайда кендегі металл қосылысындағы байланыстарды үзуге қажетті энергияға байланысты болады. Химиялық белсенділігі төмен, күміс немесе сынап сияқты металдар үшін қарапайым қыздыру олардың қосылыстарындағы байланыстарды үзуге жеткілікті болады. Дәл сол себепті бұл металдар кейде табиғатта бос күйінде кездеседі. Химиялық белсенділігі жоғарырақ металдарды алу, көміртек моноксиді немесе сутек сияқты күштірек тотықсыздандырғыштарды қажет етеді. Олардың көмегімен темір, мырыш және мыс алынады. Химиялық белсенділігі жоғарырақ металдар белсенділігі төмен металдардың қосылыстарында олардың орнын басалады. Осылайша химиялық белсенді металдармен тотықсыздандыру металдарды алудың тағы бір әдісі болып табылады. Мысалы, титан металын титан 4 хлоридінің магниймен реакциясы нәтижесінде алуға болады.
Тіпті ең күшті тотықсыздандырғыштар да алюминий, магний немесе натрий сияқты белсенділігі өте жоғары металдарды бөліп алуға қажетті энергиямен қамтамасыз ете алмайды. Бұл металдар үшін электр тогымен жүзеге асатын электрохимиялық тотықсыздану қолданылады. Бұл әдіс электролиз деп аталады. Электролиз барысында ток балқыған минерал арқылы өтеді. Оң зарядталған металл иондары теріс зарядталған электродқа қарай бағытталады. Онда олар электрондарды қабылдап алады да таза металға айналады. Электролиз барысында көп мөлшердегі электр энергиясы жұмсалады. Сондықтан өндіріс орындары әдетте гидроэлектростанциялар сияқты арзан электр көздерінің маңында орналасады. Титанды көміртекпен тотықсыздандыру арқылы алу мүмкін емес. Себебі реакция нәтижесінде таза металл емес, титан карбиді түзіледі. Сондықтан титанды кроль процесі деп аталатын өндірістік процесс арқылы алады. Ең алдымен титан кені мен көміртекті хлор газының ағынында қыздырады. Реакция өнімі қалыпты жағдайда сұйық күйінде болатын титан 4 хлориді. Оны дистилляция процесі арқылы тазартуға болады. Келесі кезеңде газ тәрізді титан хлориді тотықсыздандырғыш ретінде әрекет ететін балқыған металдық магниймен реакцияға түседі. Бұл реакция өнімдері титан губкасы деп аталатын кеуекті қатты титан металы мен балқыған магний хлориді. Жоғары температурада магний мен оттектің қарқынды реакциясын болдырмау үшін аталған реакция аргон атмосферасында жүргізіледі. Реакция толығымен аяқталғаннан кейін балқыған магний хлориді шығарылады да титан губкасын бөліп алады. Титан губкасы негізгі бөлігі магний хлориді болып табылатын 30%-ға дейін қоспалардан тұрады. Оларды тұз буланып кететін жоғары температураға дейін қыздыру арқылы жояды. Магний хлоридінен электролиз арқылы магний алынады. Бұл көп мөлшердегі энергияны талап ететін процесс, және титанды алуда қолданылатын энергияның 97%-ы соған жұмсалады. Бөлінген хлор әрі қарай кеннен шикізатталуға қайта жіберіледі. Сонымен қатар титанды титан хлоридін металдық натриймен әрекеттестіріп те алуға болады. Реакция нәтижесінде түзілетін натрий хлоридін сұйылтылған тұз қышқылымен өңдеу арқылы кетіруге болады. Қорыту процесі кезінде алынған мыс көптеген қоспалардан тұрады. Оны әдетте әрі қарай мыс 2 сульфатының қышқылдық ертіндісімен толтырылған ұяшықта электролиз арқылы тазартады. Шекі мыс пластиналары анод, ал таза металдың жұқа тақташалары катод ретінде қолданылады. Ток электролиттік ұяшық арқылы өткенде анодтағы мыс 2+ иондары түрінде ертіндіге өтіп, кейін катодта таза металл түрінде тынады. Осылайша тазалығы 99,99%-дан асатын таза мыс алынады. Минералдардың құрамындағы көптеген металдардың тотығу дәрежелері 0-ден жоғары болады. Сондықтан кеннен металды бөліп алу тотығу дәрежесі жоғарырақ металдың еркін элементке қайта айналуын қажет етеді. Тотықсыздану процесі металл арасындағы байланыстарды үзу үшін энергия қажет етеді. Натрий немесе кальций сияқты химиялық белсенділігі жоғары металдар өз қосылыстарында берік байланыстар түзеді. Сондықтан оларды қайта қалпына келтіру көп энергия шығын қажет етеді. Екінші жағынан алғанда, химиялық белсенділігі төменірек күміс немесе мыс сияқты металдарды анағұрлым аз энергия мөлшерін жұмсау арқылы бөліп алуға болады. Кендердегі мыстың үлесі әдетте өте төмен болады. Құрамындағы мыстың үлесі 0,5%-дан жоғары кендер мыс алу үшін кеңінен қолданылады. Ал осы металдың үлесі 2%-дан асатындары мысқа бай кендер болып саналады. Мыс қорытуда халькопирит пен басқа сульфидті кендер жиі қолданылады. Ең алдымен мыс мөлшері флотация әдісі арқылы байытылады. Майда ұсақталған кен сумен араластырылады да, кейіннен араластырылған қоспа арқылы ауа ағынын жібереді. Мыс сульфидтері ертінді бетіне қалқып шығады, сол жерден жинап алынады. Флотация мыстың үлесін шамамен 15%-ға дейін арттырады. Келесі кезеңде байытылған кенді ауамен мұқият тотықтырады. Реакция барысында темір 2 оксиді мен мыс 2 сульфиді түзіледі. Содан соң құм қосатта қоспаны ары қарай қыздырады. Нәтижесінде темір 2 силикатының қоқыс түрінде алып тасталынады. Ал мыс 2 сульфиді мыс 1 сульфидіне ыдырайды да сұйық күйінде шығарылады.
Мыс бір сульфидін әрі қарай ауада жағып, оның біраз бөлігін мыс бір оксидіне түрлендіреді. Мыстың осы екі қосылысы жоғары температурада өзара әрекеттесіп, ақырында балқыған шикі мыс түзіледі. Белсенді металдарды электролиз деп аталатын процесс арқылы алады. Электролиз үшін негізгі шикізат металл оң зарядталған ион күйінде болатын металдың балқыған кені. Балқыған кенді электролизерге салады. Электролизер дегеніміз екі электроды теріс полюске жалғанған катоды мен оң полюске жалғанған аноды бар ыдыс. Катод әдетте ыдыстың төменгі жағында орналасса, анод балқыған кенге батырылған бірнеше бөліктен тұрады. Электродтар әдетте графиттен жасалады. Электр тоғының әсерінен иондар электродтарға тартылады. Оң зарядталған металл катиондары теріс катодқа, ал теріс аниондар анодқа қарай қозғалады. Металл катиондары катод бетінде электрондарды қабылдап, сол жерде жиналады. Катодта жүретін процесс тотықсыздану деп аталады. Алынған металды балқыған күйде сақтау үшін процесті жоғары температураларда жүргізеді. Сұйық металл электролизерден алынып отырады. Дәл осы уақытта аниондар анодта электрондарды жоғалтып, тотығуға ұшырайды. Темір өндіруге қажетті шикізаттар темір кендері мен көмір әлем бойынша молынан кездеседі. Өндіру процесі көп энергияны қажет етпейді. Сондықтан болат арзан және кең қолданылатын материал болып табылады. Болат құю зауыттары тасымалдау шығынын аз болу үшін әдетте темір кенінің немесе көмір кен орнының жанына салынады. Алюминий кендері де кең таралған. Бірақ алюминийді балқытылған алюминий оксидін электролиздеу арқылы алу көп энергияны қажет ететін процесс. Сондықтан алюминий болаттан әлдеқайда қымбат. Бірақ басқа металдармен салыстырғанда салыстырмалы түрде қымбат емес металл. Мысты алу алюминиймен салыстырғанда айтарлықтай аз энергияны қажет етеді. Бірақ бұл металдың кендері сирек кездеседі. Оған қоса әдетте олардағы мыстың үлесі төмен болады. Мыстың әлемдік қоры жартылай таусылған. Есептеулер бойынша қалған қор тек 100 жылға жетеді. Сондықтан мыс салыстырмалы түрде қымбат металл. Титан кендері айтарлықтай кең таралған. Бірақ оны өндіруге өте көп энергия шығындалатындықтан бұл металл өте қымбат болып табылады. Титан, оның жылуға төзімділік, механикалық беріктік және коррозияға төзімділік сияқты бірегей қасиеттері қажет болған кезде ғана қолданылады. Алюминий ақшыл күміс түсті металл. Оның тығыздығы темір немесе мыстың тығыздығынан 3 есе кем болса да, ол жақсы механикалық беріктікке ие. Алюминий иілгіш, сондықтан ол алюминий фольгасы ретінде белгілі өте жұқа тақташаларға жайылалады. Алюминий электр тоғында жылуды да өте жақсы өткізеді. Оның беті жарық пен сәулелі жылуды жақсы шағылыстырады. Ауаның қатысында алюминийдің бетінде жұқа, мөлдір оксид қабаты түзіледі. Бұл қабат металды ары қарай тотығудан қорғайды. Сондықтан алюминий аса белсенді металл болса да, коррозияға төзімді. Жер шарының құрылымы біртекті емес, ол бірнеше концентрлік қабаттардан тұрады. Тау жыныстарынан тұратын қатты бет, сыртқы қабат жер қыртысы деп аталады. Бұл қабаттың қалыңдығы 5 пен 80 километр арасында өзгереді. Жер қыртысының басты құраушыларына оттек және кремний жатады. Олар массасы бойынша аталған қабаттың сәйкесінше 45% және 27% құрайды. Өзге элементтер аса кең таралмаған. Олардың жер қыртысындағы жуықтап алынған массалық үлестері келесідей: алюминий 8%, темір 6%, кальций 5%, магний 3%, натрий 2,5%, калий 1,5%, титан 1%. Жер қыртысындағы басқа элементтердің үлесі 1%-дан артық емес. Жоғары сапалы боксит 70%-ға дейін гидратталған алюминий оксидінен тұрады. Бокситтің өзге компоненттеріне негізінен темір 3 оксиді мен кремний 4 оксиді жатады. Бірінші кезеңде алюминий оксиді қоспалардан химиялық процесс арқылы тазартылады. Кенді натрий гидроксидінің ертіндісімен өңдейді. Натрий гидроксиді темір оксидімен реакцияға түспейді, ал алюминий оксиді мен кремний оксидін сәйкесінше суда еритін натрий алюминаты мен натрий силикатына айналдырады. Темірдің ермеген қосылыстарын ертіндіден бөліп алады да, қалған ертінді арқылы
көмір қышқыл газын өткізеді. Нәтижесінде таза алюминий гидроксиді тұнбаға түседі, ал натрий силикаты ерітіндіде қалады. Тұнбаны бөліп алып, қыздырудың нәтижесінде таза алюминий оксиді алынады.